қасқыр мінез қазақпыз деп айтамыз. Қарап тұрсаңыздар, бұл әңгіменің астында негізі үлкен дүние жатыр. Өз заманнан қазақ қасқырды пір тұтқан. Керек десеңіздер, біз көк бөріден тараған халықпыз деп те жатамыз. Жалпы айтқанда, қазіргі таңның өзінде кез келген қазақтан шыққан аңшының үйіне барсаңыз, дәл осындай қасқыр тұрады. Қасқыр аңшының үйінде ешқашанда жерде тұрмайды, үнемі жоғарда. Себебі қазақ деген бұндай жануарды, яғни қасқырды әрқашанда сыйлаған. Бұл ағайын негіз қарасаңыздар қазақилықтың белгісі. Ал қазақилықты біз қайдан іздейміз? Әрине ауылдан іздейміз. Достар, қазіргі таңда кейбір білгіштер ауылды менсінбейді. Ауыл деген анандай, ауыл деген мынандай дейді. Бір сөзбен айтқанда миға сыймайтын стереотип. Ал біз ақиқатын айтқанда қазақтың небір тұлғалары, қазақтың небір данышпандары, қазақ үшін жанын берген қазақтардың біраз емес, барлығы ауылдан шыққанын білеміз. Оның нақты бір дәлелі солтүстіктің ауылдары, Торғай, Қостанай, Павлодар, Петропавл облыстары, бір сөзбен айтқанда солтүстік Қазақстанның ауылдары қазақ тарихында үлкен тұлғаларды, яғни тарихқа өзінің атын ойып тұрып жазған адамдарды берген. Ахметің бар, Міржақыбың бар, Мағжаның бар, барлығы делік сол солтүстіктен шыққан. Қазіргі таңда тағы да бір миға сыймайтын бір стереотип бар. Солтүстік Қазақстан қазақтығын ұмытқан дейді. Айкарабан жобасы осы дүниенің өтірік екенін дәлелдеп келеді. Себебі жақында ғана біз Павлодар облысындағы Қаражар және Ақкөл ауылдарына бардық. Сол жерде нағыз қазақ қай жерде де қазақ екенін көрсеттік. Қазақтың қонақжайлығы, қазақтың мәдениеті, қазақтың салт дәстүрі солтүстікте әлі бар ағайын. Алла амандығын берсе, дәл ертең біз солтүстікке Айкарабан жобасы тағы да шығып бара жатырмыз. Ал солтүстіктегі ағайын Құдай қонақ күтетін қайсысың барсыңдар? Комментарийға жаза отырыңыздар.